Сәлем достар! Бүгін бізде мәміле жобасының кезекті арнаулы шығарылымы. Достар, қалай ойлайсыздар? Өзге ұлт өкілі бола тұра, мемлекеттік тілді жетік меңгеріп, қазақ тілінен сабақ беруге мүмкін бе? Көбісі жоқ, бұл мүмкін емес, бұл қиын деп жауап берер. Ал біздің бүгінгі қонағымыз бұның мүмкіндігін өз тәжірибесінде дәлелдеді. Бүгін бізде қонақта Дмитрий Ромащенко. Ромащенко Дмитрий Сергеевич 1993 жылы 29 наурызда Қостанай облысы Федоров ауданында дүниеге келген. Ұлты украин. Қазіргі таңда Дмитрий Қостанай қаласындағы Горький атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Дмитрий Сергеевич қазақ тілін интербелсенді оқытудың тиімді жолдары атты бағдарламаның авторы. Көптеген республикалық, облыстық деңгейдегі олимпиадалардың жүлдегері. Қайырлы күн, Дмитрий, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Рахмет, бәрі жақсы. Сізді бүгінгі біздің шығарылымда көргенімізге өте қуаныштымыз. Ал ендеше біз бастаймыз, иә? Біздің дәстүрлі сұрағымыз. Бірінші, Дмитрий, сіз үшін қазақ тілін меңгеру неден басталды? Меніңше, менің қазақ тіліне деген қызығушылығым мектеп қабырғасында басталды. Өйткені мен үшін қазақ тілі сабақтары әрқашандай өте қызықты болды. Және де менің бірінші мұғалімдерім мектепте, жалпы осы мектепте оқып жүргенде менің қызығушылығымды, қазақ тілінде мемлекет тілге деген қызығушылығымды оянды деп айтуға болады. Өйткені мен бірінші сыныптан бастап, мысалы бірінші жетістігім, мен 100-ге дейін есептеуді үйрендім. Мысалы бірінші сыныпта оқып жүргенде. Және де сол кезде де қазақ тілі пәні бойынша қазақ тілінің оқулықтары өте қызық болды мен үшін. Ал ендеше онда, Дмитрий, сізде мектеп кезінде, сол мектеп табалдырығында қазақ жазушыларынан, ақындарынан сізге кімнің шығармашылығы ұнайтын? Және қандай сүйікті кітабыңызды атап өтсеңіз? Мен үшін, мысалы, мектепте оқып жүргенде әрине қазақ әдебиеті кішкене қиындау болды. Бірақ әрине біз Абайдан бастадық. Негізі осы сол кезде біз әдебиетті екі тілде оқыдық. Орысша, қазақша, және де салыстырып көргенде мен мысалы Абай өлеңдерінің мағынасын түсіндім. Университет филология мамандықты таңдаған кезде мен бірінші толығымен оқыған кітабым ол Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» деген кітабы. Сонда түсінгенімше, Дмитрий, сіз жоғарғы оқу орнында қазақ тілінде тамамдадыңыз? Қазақ филологиясына. Біріншіден мен ағылшын филологиясына түстім, бірақ менде бір мақсатым болды, ол қазақ филологиясына ауысу. Дмитрий, сіздің өміріңізге осы қазақ тілі, мемлекеттік тілді білу қандай өзгерістер әкелді, және тілді жетік меңгеру арқылы сіз қандай жетістіктерге жеттіңіз? Негізі тілдің арқасында жетістіктерім өте көп. Мысалы, жұмыс істеген кезде, әсіресе бірінші жылда мен барлық аудандық және де облыстық байқауларға қатыстым. Көптеген сайыстарға қатыстым. Яғни 2017 жылы өте жемісті болды мен үшін. Және де желтоқсан айында осы жастардың алтын кітабы ол яғни қорытынды ретінде болды. Мен үшін қорытынды ретінде, өйткені өтініш берген кезде барлық жетістіктеріміздің тізімін жібереміз комиссияға. Сол қарайды. Және де менің номинациям тіл саясаты болды. Және де одан бері сол номинация бойынша алтын кітабының лауреаттары болған жоқ. Осы соңғы лауреаты мен болдым. Дмитрий, сізге тағы да бір сұрағым, қазақ тілін меңгеру үшін үш негізгі қадам қандай болуға тиіс? Сіздің ойыңызша?
Біріншіден, бірінші қадам ол бүгіннен баста, өзінен баста. Өйткені біздің өмірімізде қолайлы жағдай ешқашан болмайды. Күн сайын бірнеше сөздікті ашып жаттауымыз керек. Сол біздің сөздік қорымызды күшті молайтады деп ойлаймын. Екінші қадам сөздік сенің досың. Ешқандай онлайн Google аудармашы керек емес. Қарапайым 1000 теңге тұратын сөздік, көк кітапша, ол біздің дос ретінде қарастыруымыз керек. Және де үшінші қадам ойлан, жұптас, бөліс. Әрине қасында дос болу керек. Яғни сені қолдайтын, қазақша сөйлейтін дос, мысалы, немесе қазақша тырысып жүретін дос міндетті түрде болу керек. Сол нақты 3 қадам. Және де қазіргі таңда тіл меңгеру, қазақ тілін білу үшін барлық жағдайлар жасалған. Дмитрий, сізге бүгінгі мәнді де, сәнді де сұхбат үшін көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Қазақ тілін меңгеремін деген оқушыларыңыз өте көп болсын. Сау болыңыз. Шақырғаныңызға көп рахмет. Сау болыңыз.